Adan sizler de жұмыс нешейін? 9-дан 9-ға дейін ғой. Sizler сонда не жұмыс істемейсіздер ма не? Жоқ, 9-дан 9-ға дейін жұмыс далбай. Досым? Боп, досым, жақсы. Бля, осы бала маған мүлде ұнамайды бар ғой. Не, брат, артынан жамандамаса оны? Шығып пидорас бар ғой, далбайып біреу. Нәкіл бетіне айта аласың осы? Конечно, айтам бетіне. Айтшы қаны! Брадан, мен жаңа танысқан қызым бар ғой. Сол бір жігітпен фото түсіп, мен қызғандыру үшін история салып қойды. Қой, кейін не істедің? Кейін папасы қызғансын деп папасына жіберген. істеп жатсың жалпы? Сол ары бер, залға шық, ары бер. Тым өп қал, досым. Каноны отжимание жасап берші. Қазір бір $2000 киім алсаң не болады? байдың баласы болсам керек. Жоқ, тағы ойланып көрші. Краш болсам керек. $2000 да киім ала ма, далбой? Нормально сөйлеп бер, өзіңнен кет. Сен вообще хует қылып жүрсің ғой. Қазір мен мынандай братан ба шарпайын, братан! Бүгін сенде жеп шер бар. Бүгін сен графтесің да. Кел давай су. Постоянно өз сен ұтасың. Жоқ, ұтасың сен, кел. Давай. Су, лифа. Бара кел. Я bu шиш. Не болды, қатты мәссің ғой. Қызым маған жаным деді ғой, прикинь. Брат, сіздің есіміңіз кім? Жеңістік. Орысшасын білесіз бе есіміңіздің? Не? Победа. Сен есім кім? Құдай берген? Орысшасын білесің ба? Жоқ. Подарка. Далбой. Ана метроға түскен ғой, мен шейін ана киімдерін көрсең, мына жерден киіп алған келтелеп, бәк каблук мынандай ғой енді. Ля енді досым, заман ғой өзгеріп баратыр Ой, ғой. заманның хуйня, әлі мен қыздар айтқан жоқпын. Я bu шиш. Қайсы біріңе менің мінімді ұрған? Сен ба? Я мен не демекші? Ой, сен емес екенсің. Сен ба өлей менің мінімді ұрған? Білә, сендер емес екенсіңдер. Қайсы бірің менің мінімді ұрған өзі зайып. Досым, саған бір сұрақ бар еді. Бер, Толық ұрған адамды не істеуге болады? жерге көміп қойса болады оны. Суға батып кеткен адамшы. Оны күрішке ғой. Өмір бекер қылатсың ғой, болмайтын қыз ғой, бірақ сондай болса ям, оны ары бері алып бар, тамақтандырып, қысқасы өзінің оның алдында качок, таза мужик етіп көрсет. Бірақ не дай бог ол өзінен бірдеңкені жағып алып, анях-мынях дейтін болса, бетіне түкіріп жібер. Анях-мынях бетіне түкіресің. Анях-мынях түкіресің. Қалайсың, жақсы келіп алдың ба? Жақсы, рахмет. Бірақ мына жерде тұрмайықшы, біраз соқты өтіп жатып кетіп, анях-мынияққа барайықшы. Анях-мынях? Папа, кеттік саушылыққа. Мен анасы сүймеген қыз таптым. Мазгайып, сен қаяқтан табасың ондай қызды? Детдомнан. Досым, қызым маған изменя жасап жатыр, не істейміз? Ойланба досым, біз біргеміз. Жаным, егер де сен маған тұрмысқа шығатын болсаң, мен саған барлық мал дүниемді және де барлық машинаны саған беріп жіберемін ғой. Тамыр, мына сөзіңді қызға айтсаң, бетіңе түкіріп жібереді ғой. Енді баршаңыз ойлайсыздар, бұлар серьезный ғой, өмірде де серьезный шығар деп. Досым, короче, магазинге Досым, бір деңдерші. Бір-бір. Дұрыс. Не ол енді? Тойға бармағасың ба? Все, болды. Қауын деші? Қауын? Иди на. В общем, сондай сөздер ғой досым, қаржылама қарсы шақырады, өмірін қаржымен боп кетеді досым. Қой! Сол үшін 20 мың теңге беріп тұршы досым. Дейін на. Досым, серезім бе, бана жолда келе жатқан авария боламыз ғой, сосын аяқ. Мынандай болып қалды. Мә. Не істедіңдер өзі? Епайт на досымна видеоны. Блядь, саған скоро шақыру керек еді ғой. Неге шашын кестіресің, неге қолыңа тырнақ қойдырасың? Мен саған үйленейін деп жатырмын. Далбайып! Мен сенің қызың емеспін ғой. Досым, сүйінші берсей, мен балалы болдым. Қой, құтты болсын ona досым, құттықтаймын. Өмірмен берген болсын. Бірақ атын не қоюды білмей жатырмын жай. Короче, келсем мына жерде бар ғой. Кәні? Амиржан, Теміржан, Мұратжан, Хасанжан. Брат, бой өсіретін дәрі бар ма сіздерде? Жоқ екен. Балам, кәсіби нөміріңді айт, ақша сал жіберейін. Ол қазір жазып жіберемейсің еместен. Бля, машинаға емес пе екен? Кен ғой далбайып. Досым, кеше Африкадан қонақтар келген ғой, прикинь. Оларды кәдімгідей жақсылап күтіп алып, өз үйіндегідей сезіндіріп жібергенсің ғой. Не істедің өз үйіндегідей сезінетін? Су бермей қойдың. Бергелі, сәлемдесесің бе не? Мектептесетіндей амандасасың ба не? Балам, сені біраздан бері көрмеген туысқандарым келіп қалды. Бар амандас. Ассаламағалейкум. Уағалейкум сәлем. Мен сен кішкене кезінде көтіңді жуған. Не только кішкентай кезінде, қазір де жусаңызшы. Прикинь, келешекте наишқа ақша болмайды екен. Келешекке қош келіпсің бауырым. Атым Сержан, мен бүгінгі отырысқа сіріңке алып келдім. Менің атым Темірхан, мен бүгінгі отырысқа тарағаншы болдым. Тамыр, короче. Солба көрінді. Неме қуат анау? Досым, кешегі жұмыс не болды? Істеп астындар ма жалпы? Иә, істеп. Мама, вызывай такси!
Бәріне шықпай көрген, сүштеп күшініп Балапан басыңа жылы кейін ол айтпесе ұрсам ғой білесің ғой. Ой, далбай. досым мына бала ше постоянно бір қызына шалынып жүреді бір ше Мынау ғой жақсы ринат өлігін көрсетпейді. Алла соң. Бал, не істеп жатсың? Мен сендей типа блогер балам жоқ. Бар секунд үйден. Мен бәрін көрсетем әлі сендерге. Қабат деген ай. Ой, бауырым, не болды саған? Мен қанша әрекет жасасам да көтеріле алмай жатырмын. Жоқ, сен уайымдама, мен Ринатпын ғой, танымға, брат. Мен сені көтерем әлі. Қойшы. Биіктерге көтерем. Әке, мен көтеріліп кеттім әне. Енді сізді асырап алам. Кірің үйге. Аба, Балам? мен Ринатпын ғой, короче. Баба, тұрсаңшы. Тиме мен көріп жатырмын. Мам. Ужас, бля, баламна, қолтақлас. Әкеңмін деп Каспийге ақша тастап берем деп алдырып кеттім мен. Әкеңнің несі сене бересің ба? Далбай. 100, 200, 300, 10, 20. 430. Короче, аяқ-мияққа бұрылмастан тура үйіңе көтіңді қысып барасың. Қызғанбайтын қызғанышы жоқ еркекке жәннат харам, түсін ба? Ой, блядь, саған срочно қыз табу керек. Қышта 6 қыздан ақ бар еді. Не істедің оны? Бесеу болып қалды. Мен оны жеп қойдым. Криш! Досым, Ташкенттен машина алып қараса. Қош. Осыған ақ құрбың жеттің ба не досым? Осыған ғой, Ташкенттен алдым ғой. Не дейсің? Білмеймін, бұл кішкентай машина емес па? Жоқ, мен сенімен әлі 10 жылдан кейін сөйлесемін. Никак керек емес. Досым, көлігің үлкен болып кетті ғой, кәдімгідей. Конечно, арадан 10 жыл өтпеді ма? Ебать, базар жоқ, молодец досым. Сен сол 10 жыл алдын мен менсінбеп едің ғой, Что там? Айып етпесін енді досым. Иди нахуй.